Бұл қайғылы оқиға күллі Үндістанды дүрліктіріп, елдің түкпір-түкпірінде алаңға шыққан халықты әділет іздеуге, қылмыскерлерге өлім жазасын талап етуге итермеледі. Бұл хикаядағы бойжеткенге жасаған қатыгездік адамзаттың ұғымына сыймайтын сұмдық оқиға еді. Ал мұндай зұлымдыққа барғандарды нағыз құбыжықтар деп атауға болады. Әйтпесе, қорғансыз бір қызды аямай азаптаған алды ер адамды қалай атауға болады? 16 желтоқсан күні медициналық университеттің студенті Джьоти Сингх серігі Авиндра Пратап Пандеймен серуеннен кейін үйіне қайтып келе жатқан еді. Кешкі сағат 9-дар шамасы болатын. Екеуі жолай тоқтап, жеке меншік автобусқа отырды. Алайда бұл олардың тағдырын мәңгіге өзгерткен сәт еді. Олар бұл автобусты жай ғана рейстік көлік деп ойлады, бірақ бұл түбегейлі қате түстік болатын. Олардың барлығы Дели қаласының оңтүстігіндегі Моникара ауданынан Дваркаға дейінгі жол еді. Жол үстінде Авиндра көліктің бағыты күмән тудыра бастағанын бірінші болып байқайды. Бұған дейін қарапайым жолаушы кейпінде отырған 5 ер адам кенеттен орнынан тұрып, қыз бен жігітке беттейді. Олар қызды балағаттап, түн ішінде үйден шыққан үшін сөге бастайды. Олар сондай-ақ некесіз ер азаматпен қатар жүру арлы қызға лайық емес қылық деп айыптағады. Бұл сөздерге төзбеген Авиндра сүйіктісін қорғауға тырысады, алайда ол қатты соққыға жығылады. Ер адамдар оның аузын қолмен жауып, темір таяқпен ұрып-соғып, ақырында есінен тандырады. Кейін белгілі болғандай, бұл қала көшелерінде жай ғана зерігіп жүрген жас бұзақылар тобы екен. Жігітті есінен тандырған соң, 5 ер адам қайтадан Джьотиге бет алып, оны автобустың артына қарай сүйрей жөнеледі. 6-шы адам бастапқыда рөлде отырғанымен, кейін орнын біреуге босатып, өзі де қатыгездікке араласып, қызды ұрып-соғып, зорлауға қатысады. Олар 1 сағат бойы Джьотиге кезек-кезек қинап, зорлық көрсетіп мәжбүрледі. Адамдық сезімнен айырылған бұл сұмпайылар оның әрбір азабынан ләззат алғандай, денесінде тірі қалған бір түсі қалмайынша қорлық көрсетуді тоқтатпады. Кейін дәрігерлер оның интимді мүшелерінің темір затпен жаралағанын анықтайды. Болжам бойынша бұл Авиндраны соққыға жыққан темір прут болуы мүмкін. Қылмыскерлер қыз бен жігітті шешіндіріп, автобус тоқтамастан түн ортасында шоссе жиегіне лақтырып кетеді. Жәбірленушілер тірі қалмайды деп ойлаған олар сабырмен әрі салқынқандылықпен оқиға орнынан жасырына жөнеледі. Үйлеріне тарап кетпес бұрын олар болған жайтты ешкімге айтпауға, өз есімдерін жасырып ұстауға және полициямен байланысқа шықпауға келіседі. Алайда көп ұзамай кездейсоқ өтіп бара жатқан біреу жол бойында жатқан 2 жалаңаш денені байқап қалып, дереу полиция шақырады. Джьоти Сингх пен Авиндра Пандей жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізіледі. Дәрігерлер көрген көріністі шошып, біраз уақыт өз-өздеріне келе алмайды. Олар мұндай адам шошырлық қиянатты өз тәжірибесінде бұрын-соңды көрмегендерін айтады. Медициналық қызметкерлер қыздың отбасына хабарласып, оның туған туыстарын іздей бастайды. Әкесін бірден үрейлендіріп алмау үшін олар жай ғана қызыңыз кішігірім оқиғаға тап болды деп мәлімдейді. Алайда ауруханаға жеткен әкесі қызын ес-түссіз ауыр халде жатқан күйінде көреді. Оның ішкі және сыртқы жарақаттары жан түршігерлік болатын. Әкесі туыстарына хабарласып, шұғыл түрде қасына келулерін өтінді. Сол уақытқа дейін қызға 4 ота жасалды. Нәтижесінде оның жағдайы өте ауыр күйде болды. Дәрігерлер оның ішегінің бір бөлігін алып тастауға мәжбүр болды. Ал өмірін сақтап қалу үшін ол үнемі жасанды тыныс алу аппаратына тәуелдеді. Авиндра Пандей де ауыр жарақат алды. Сүйектері бірнеше жерден сынған. Дегенмен оның өміріне тікелей қауіп төнген жоқ. Сондықтан ол тергеушілерге бірден куәлік бере алды. Ол автобустың ақ түсті болғанын айтып қана қоймай, тергеу барысында едәуір жеңілдеткен өзге де құнды мәліметтермен бөлісті. Оның айтуынша, автобустың перделері сары түсті, ал орындық қаптары қызыл болған. Осы деректердің арқасында полиция күдікті автобустардың санын 300-ге дейін қысқартты. Сонымен қатар Авиндраның сипаттамасы бойынша тергеушілер күдіктілердің фотороботын жасап шығарды. Кейін Джьоти сөйлеу мүмкіндігінен айырылғанына қарамастан, басынан өткен жайтты қағазға теріп, дәрігерлер мен тергеушілерге егжей-тегжейлі баяндап берді. Ол шабуылдың қалай жасалғанын айтып, бірнеше қылмыскердің есімін де еске түсіре алған. Бұл ақпарат жеткілікті болды. Полиция бейнебақылау арқылы қылмыс жасалған автобусты анықтады.
2012 жылдың 18 желтоқсанында анықталғандай, бұл автобус әдетте Дели қаласының оңтүстігінде балаларды мектепке тасымалдауға пайдаланып келген. Сол күні түстен кейін дәл сондай автобус қаланың шетінде байқалғаны туралы хабар түсті. Оның жанында тек Рам Сингх есімді адам табылды. Оның қашуға жасалған әрекеті сәтсіз аяқталды. Полиция оны оқиға орнында ұстап алды. Қалған қатысушыларды табу онша қиындық тудырмады. Олар ұрлаған ұялы телефондарға полиция хабарламалар жіберді. Солардың бірі Мукешке жеткен. Өйткені ол телефонын сөндірмей ұстап жүрген. Оның орналасқан жері анықталып, ол да тұтқындалды. Осыдан кейін басқа күдіктілердің мекен-жайлары да белгілі болды. Олар Паван Гупта, Винай Шарма, Акшай Тхакур және кәмелет жасына толмаған Мұхаммед Афроз. Соңғысының есімі біраз уақыт бойы жасырынып келді. Оның кәмелетке толмаған ескеріп, ақпаратты бақ өкілдеріне жарияламады. Кейін қылмысты дәлелдейтін заттай айғақтар да табылды. Темір прут пен қанға боялған киімдер бәрі де кінәліні дәлелдейтін бұлтартпас айғақтар болды. Жас қыздың тағдыры жұртшылықтың жүрегін елжіретті. Ел ішінде толқулар басталып, адамдар қылмыскерлерге әділ жаза талап етті. Оларды өлім жазасына кесуді сұрады. Қайғылы оқиғадан кейін алғашқы 10 күн ішінде халықтың шеруі ерекше қарқынмен жалғасты. Билік пен полиция жағдайды реттеу үшін араласып, тәртіп орнатуға мәжбүр болды. Шерулерді тоқтату үшін су атқыштар мен көзден жас ағызатын газ қолданылды. Қалада жағдай тұрақсыз болған соң, билік орталық көшелерді жауып тастап, жаңа жылда кең көлемде атап өту іс-шараларын тоқтатты. Сондай-ақ 5 немесе одан да көп адамнан тұратын топ болып жиналуға тыйым салынды. Ал бұл уақытта Джотти өмір мен өлімнің арасында өмір үшін күресіп жатты. Дәрігерлер оны Сингапурға трансплантациясына бейімделген мамандар бар деп сол жаққа ауыстыруға шешім қабылдайды. Алайда кейін белгілі болғандай, бұл шешімнің түпкі мақсаты қыздың өлімінен кейін ел арасында күшейе түскен шеруді азайту екені анықталды. Сол кездің өзінде дәрігерлер оның өмірінің санаулы күндері екендігін түсінген еді. Өкінішке қарай Джотти ұшақты көтере алмады. Ұшу барысында оның жүрегі тоқтады. Қыздың қан қысымы төмендеп, тамыр соғуы тоқтады да содан кейін комаға түсті. 29 желтоқсан күні таңертең есін жимастан өмірден озды. Айыптаушылардың қорғаушылары барынша тырысып, өз қамқорлықтарын алған адамдарын ақтап алуға тырысты. Олар өз уәждерін заманауи қыздарға қатысты дәстүрлі көзқараспен түсіндіріп бақты. Джоттидің киімі тым ашық болғандығын, үстінде топ және қысқа белдемше, бұл оның шыққан ортасына мүлдем сай келмейді деп айыптады. Батыс елдеріндегідей ер адамдармен ашық араласып, қалағанша киініп жүру дұрыс еместігін, Үндістандағы әдеп пен ар-намысты ту еткен салт дәстүрімізге мүлде сай емес деп ақталды. Қорғаушылардың уәжі бойынша қыз өз іс-әрекеттерімен бәлеге өзі себепші болды және өзінің көзге түсіп тұратын жүріс-тұрысы үшін жазалануға тиіс деді. Қылмыскерлердің денесінде тістелген және тырналған іздер табылды. Бұл Джоттидің жанұшыра қарсыласқанынан қалған іздер. Үнді қоғамында зорлық көрген әйелдің есімін жариялау масқарамен тең. Өйткені мұндай қорлықтан аман қалған әйел өмір бойы масқара болған, қорланған. Өйткені мұндай қорлықтан аман қалған әйел өмір бойы масқара болған, қорланған деген таңбамен жүреді деп есептелінді. Бұл таңба ешқашан өшпейді. Джотти Сингхтың есімі ұзақ уақыт бойы тергеу құпиясы ретінде сақталды. Бақ өкілдері оны Нирбхая деген лақап атпен атады. Бұл сөз хинди тілінен аударғанда қорықпайтын дегенді білдіреді. Ал қайтпас қайсарлықтың символына айналып, әйелдер құқығын қорғау қозғалысына шабыт берді. 2012 жылдың 31 желтоқсанында Үндістан үкіметі британдық Mail Today басылымына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Себебі олар Делиде орын алған топтық зор құрбанның аты жөнін жария етті деп айыптады. 1 қаңтар күні Үндістанның адам ресурстарын дамыту министрі Шаши Тарур көпшіліктен жәбірленушінің есімін жасырудың қажеті жоқ екенін мәлімдеді. Егер де оның ата-анасы қыздарының шынайы есімін жариялауына рұқсат берген жағдайда ғана рұқсат етілді. Осы мәлімдемеден 4 күн өткен соң, Джоттидің әкесі 53 жастағы Барди Сингх Панди британдық Mirror басылымына берген сұхбатында бүкіл әлем біздің қызымыздың шын есімін білсін дейміз. Ол ешқашан ұятты ештеңе істеген жоқ. Қылмыскерлерге қарсы жанын салып күресіп көз жұмды.
мен онымен мақтанамын. Оның есімін жариялау дәл сондай азап көрген әйелдерге күш пен жігер береді. Қызымның есімі оларды мықты етеді. Ол бұл қадамның мәнін зор деп білді. Мұндай қатыгездіктің құрбаны болған әрбір әйелге бұл қолдау болады деп оларды үнсіз қалмауға, әділдік үшін күресуге шақырды. Айыпта алған 4 ер адамның тағдырын шешкен судья, қорғаушылардың ешбір дәлелін елемей, бұл қылмыстың ерекше қатыгездікпен жасалғанын, сондықтан лайықты түрде қатал жазаға лайық екенін айтты. Ол қоғам мұндай қылмыстың салдарын ұғынуы керек деп түйіндеді. 2013 жылдың 10 қыркүйегінде сот Авиендра Пандиді өлтіруге оқталу және Джотти Сингті зорлап өлтіргені үшін 4 айыпталушыға өлім жазасын тағайындады. 3 күннен кейін үкім орындалды. Алайда бұған дейінгі 2013 жылдың 11 наурызында автобус жүргізушісі Рам Сингх түрмедегі камерада құбырға асылып тұрған күйде табылды. Бұл шынымен де өзін-өзі өлтіру ме? Әлде қасақана жасалған қылмыс па? Тергеу бұл сұраққа нақты жауап бере алмады. Жасы 17-де болған Мухаммад Афроз, ол кәмелетке толмағанымен жасаған зұлымдығы кез келген ересек қылмыскерді жаға ұстатарлық әрекеттен кем емес еді. Оның ісі басқа қатысушылардан бөлек қаралды. Ол қызға 2 мәрте зорлық көрсетіп, ішек қарнын темірмен жарып, соңында бейшара қыз бен жігітті асфальттың үстіне тастап кетуді ұсынғанда өзі болатын. Адвокаттары барынша тырысып, ол қызға қол тигізбеді, тек қарап тұрды деп, оның қанды трагедиядағы орнын жеңілдетуге тырысты. Алайда үнсіз тұрған кінәсіз деген сөз емес. Сот оны ескеріп, оған кәмелетке толмағандарға тиесілі ең ауыр үкімді 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасын кесті. Бірақ 3 жыл бір өмірді қасіретке бөлеген зұлымдық үшін тым жеңіл үкім болып қалды. Бұл күн Джоттидің әкесі үшін тек сот емес, әділет үшін болған бүкіл күрестің жеңілісіне айналды. Оның үнсіз көз жасы тағдырға айтар үнсіз назына айналды. Ал қалған 4-еуге үкім орындалған сәтте Джоттидің ата-анасы әділеттің кешігіп болса да жол тапқанын қасіретті қанағатпен қарсы алды. Қыздарының есімін мәңгі есте қалдыру үшін туған ауылында аурухана, дәріхана ашамыз деп уәде берді. Бұл Джоттидің көкте салған арманын тірілтудің бір жолы еді. 2011 жылы Үндістан астанасы Дели елде ең қауіпті қалалар қатарына енді. Тек сол жылы ғана 568 ресми зорлау оқиғасы тіркелді. Мұндай деректер қоғамды шарасыз күйге түсірді. Сондықтан әйелдерге арналған арнайы метро вагондары пайда болды. Әйел полицейлер басқаратын бөлімшелер ашылды.